Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызды алып, 500 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне сұйық май қосамыз және 250 грамм суға илейміз. Және тұз қосуды ұмытпаңыздар. Мен тұзды суға қостым. Араластырып, осылай қамыр қылып илейміз. Қамыр қатты болу керек, кәдімгі лағманның қамырына илейтіндей қатты қамыр илейміз. Осындай қатты болады, тағы бір қайырамында бетін жауып қоямын. Тыну керек, жарты сағаттан кейін тағы қайыратын боламыз. Енді бізге фаршымызға пияз қосу керек болады. Пиязды майдалап тураймыз. Пышақпен осылай турап болғаннан кейін де тағы да үстінен осылай турау керек болады. Өйткені осылай майда болғаны бізге ыңғайлы болады. Немесе блендерден өткізіп алсаңыздар да болады. Жарты сағат өтті, менде тағы да қайырамын. Осылай қайырып, тындырып қайырған сайын ол қамырдың иі қанады. Тағы да 2 рет мен тағы қайырдым, 1 рет, ол екіншісі көрсетілген жоқ. Міне қарасаңыздар, жылтырап, теп-тегіс болды. Енді бұл қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін тағы бөліктерге бөлеміз. Жалпы 10 бөлік шығады. Егер таразымен өлшейтін болсақ, 70 граммнан бөлу керек. Мен осылай бөлдім. Енді оларды тағы да зуалап, тағы да тындырып қою керек. Өйткені біздің қазір оқтаумен жаюымызға ыңғайлы болады. Енді фаршымызға пиязымызды саламыз. Тұз бұрышымызды саламыз және мен сармай қосамын. Гхи майы. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Тағы да су қосуды ұмытпаңыздар. Кішкене су қосамыз. Жақсылап араластырып, осылай дайындап аламыз. Енді жаңа суалап қойған бөліктерді осылай қолымызбен бір басамыз үстінен. Одан кейін кішкене ұн қосамыз да оқтаудың көмегін жайып шығамыз. Бұл қамыр жаюға өте ыңғайлы. Мен қамырды жайып болдым, міне. Қатты жұқа да емес, қалың да емес. Енді бір ас қасық саламыз әрқайсысына. Бір ас қасық салып, жайып шығамыз. Одан кейін барып, осы видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен біріктіріп, вилкамен тағы да әдем болу үшін вилкамен осылай шетін осылай жасап шығамыз. Міне дайын болып қалды. Енді майымызды қыздырып пісіреміз. От орташа болу керек. Қатты отта пісірмеңіздер, өйткені тез пісіп кетіп, еті піспей қалуы мүмкін. Орташа немесе орташадан да кішкене төмендеу болған жақсы. Осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Чебурекилеріміз салғаннан кейін осылай басқандарыңыз дұрыс. Жаңа майға толық батқаны, сонда ол кішкене көтеріліп піседі. Осымен дайын болды. Менің чебурекилерім өте дәмді, әдемі болып шығады. Сіздерге кеңес берем. Жасап көріңіздер, сонымен қатар сочный болады. Егер менің рецептім ұнап жатса, маған лайк баса кетіңіздер.